Олар ойлап жүр ғой, біз мешітте тек қана бір намаз ғана оқып жүр деп. Олай емес. Біз көп нәрсе үйреніп жатырмыз, дұрыс па? Адам болуды үйреніп жатырмыз. Біреуді алдамау керегін үйреніп жатырмыз. Біреуді алда барбасақ, ертең қияметте Құдайдың құзырына барғанда сол амалымыз үшін жауап беруді үйреніп жатырмыз. Біз тәрбиені, адами құндылықты үйреніп жатырмыз. Өзі намаздың өзі тұнып тұрған тәрбие, уақыт, дисциплина дейміз ғой, жаңа тәртіп қой тұнып тұрған. Саптың өзінде әр бері шығып кетпеуің керексің. Бәрі тұнып тұрған тәртіп. Уақытпен. Қазір құптан оқи аласың, оқи алмайсың. Неге оқымайсың? Тәртіп бар, уақытты кіру керек. Осының бәрі бізге тәрбие ғой, құрметті жамағат. Сондықтан бұл мешіт, бұл тәрбие, бұл мектеп. Сол мектепте кейбір толмай қалған бір рухани нәрсені біз осы жерден келіп аламыз деп түсіндіріңіздер адамдарға. Ана ойлайды да, жаңа мешітке кіргізіп алып қамап алады да, тозақпен қорқыта береді деп жаңа. Особы қорқып атқанымызда шамалы ғой тозақтан, дұрыс па да? Әйтпесе баяғыда әулие болып кететін едік қой, дұрыс па?